Саламатсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы қорытындылау. Бүгінгі сабақта алған біліміңді қорытындылайсың. Бірінші тапсырма. Құрылысшыға суретте берілген кесектерден қаланатын қабырғаның көлемін есептеуге көмектес. Қабырғаның ұзындығы 1 метр, ал биіктігі 8 дециметр. Қабырғаның енінің әр түрлі нұсқаларын қарастыр. Яғни қарайық, сонымен ұзындығы 1 дециметр, биіктігі 8 дециметр дейді. Енді біз сіздермен қабырғаның енінің әр түрлі нұсқаларын қарастырайық. Мысалы айтайық, 1 метр 8 дециметр болса, онда енін 4 дециметр деп алатын болсақ, онда биіктігін қалай табамыз? Көлемін қалай табамыз? Ол үшін біз 1 метр дегеніміз, ол бізде 1000. 100 сантиметр. Көбейтеміз. 8 дециметр дегеніміз 80 сантиметр. Және де енін біз сіздермен 4 дециметр дедік, ендеше көбейту 40 сантиметр. Енді мәнін табайық. Ол үшін 100-ді 80-ге көбейтеміз. 8000. 8000-ді 40-қа көбейтеміз. 320 мың. 320 мың сантиметр куб. Себебі бұл біз сіздермен нені таптық? Көлемін. 320 мың сантиметр куб. Басқа да нұсқаларын оқушылар өздеріңіз қарастырсаңыздар болады. Екінші тапсырма. Сызба бойынша есептер құрастыр және оларды шығар. Бірінші сызба бойынша А. Өрнек бұдан. Жақшаның ішінде 90 қосу 70. Жақшаны жабамыз, көбейтілген 3. 90-ды 70-ге қосқанда 160. 160-ды 3-ке көбейтеміз, 480 километр. Енді Ә сызбасы бойынша жақшаның ішінде 90, қосылған 70, жақшаны жабамыз, көбейтілген 3, қосылған 220, тем болады 700 километр. Үшінші тапсырма. Баған түрінде жаз және есепте. Есептеу жазбаларын салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығы қандай? Енді оқушылар қарайтын болсақ, біреуінде бізде 210-ға көбейтетін болсақ, санды енді кейбіреуінде, яғни ондық пен бірліктің санын орындарын ауыстырып 201-ге көбейтеміз. Енді егер мәнін тексеретін болсақ, яғни жазған кезде сандар бірдей ме? 3513, мына жерде 0000, 7026, 7026. Бірақ қосқан кезде себебі бұлардың орындары әртүрлі болғандықтан, біреу бірлік болғандықтан, біреу ондық болғандықтан, мәндері әртүрлі. Тексерсеңіздер, екеуінің мәні әртүрлі. Мұнда да дәл солай көрдіңіздер ме? 0, 13653, 18204, мұнда да 13653, 00, 18204, бірақ мәндерінде айырмашылық бар. Себебі біреуінде ол бірлік болса, біреуінде ол ондық. Келесі төртінші тапсырма. Есепте және текстер. 8562 көбейтілген 352 тем болады 3013824. 73201 көбейтілген 123 тем болады 9003723. 39000 бөлінген 125 тем болады 312. 46550 бөлінген 98 тем болады 475. 78192 бөлінген 724 тем болады 108. 93380 бөлінген 230 тем болады 406. Келесі 5-ші тапсырманың асы. Мектеп спорт залының ұзындығы 32 метр, ені 24 метр. Егер 1 метр квадрат жерге 150 грамм сыр кететін болса, осы спорт залдың еденіне барлығы неше килограмм сыр қажет? Енді шешуін қарайық. 32-ні көбейтеміз 24-ке, бізге көлемін тауып алу керек. Оны көбейтеміз 150-ге, себебі 1 метр квадратқа бізге 150 грамм кетеді. Тем болады 115200 грамм. Сонда 115 килограмм 200 грамм сыр қажет. Ә тапсырмасы. Мектепке жөндеу жұмысын жүргізу үшін 18 қорап ақ
және осындай 24 қорап көк түсті қыштақталар әкелінді. Ақ және көк түсті қыштақтаның жалпы саны 1470. Әр қорапта неше қыштақта бар? Енді барлығы бізде 18 біреуінде 24. Неше екеуін қосамыз. 1470-ті бөлеміз. Жақшаның ішінде 18 қосу 24. Жақшаны жабамыз, тем болады 35. Сонда 35 қыштақта. Бұл балалар 35 қыштақта, ол бірақ қорапта 35 қыштақта. Енді бізге былай дейді. Әр қорапта неше қыштақта бар? Ол үшін не істейміз? Біреуінде 18 қорап, яғни бізде ақ оны көбейтеміз. 35-ке тең болады, табамыз мәнін. Және де екіншісінде 24 қорапша. Оны көбейтеміз 35-ке. Мәнін табамыз. Яғни 18-ді 35-ке көбейтеміз. Неше болады бізде, қанеке оқушылар? Есептеңіздер. 630 болады. Яғни ақтан бізде 630 қыштақта бар. Және 24-ті көбейтеміз 35-ке. 840. Сонда көк қыштақтадан бізде 840 тақта бар екен. Келесі 6-шы тапсырма, бұнда да есепті шығар деп. Бірде 24 шаршы алынды. Ол шаршылардан тік төртбұрыш құрастырылды. Егер тік төртбұрыштың ұзындығы 18 см, ені 12 см болса, алынған әр шаршының ауданы нешеге тең? Енді бұл жерде бірінші тік төртбұрыштың ауданы тауып аламыз. 18-ді 12-ке көбейтеміз, тең болады 216 см квадрат. Бұл тік төртбұрыштың. Енді бізде оның ішінде 24 шаршы алынды, енше 216 см квадратты бөлеміз 24-ке. Тең болады 9 см квадрат. Сонда жауабы әр шаршының ауданы 9 см квадрат. Тапсырмасына қарайық. Бірінші орамда 12 метр, ал екіншісінде 17 метр линолеум бар. Екінші орам біріншіге қарағанда 21.000 теңгеге қымбат. Әр орамның бағасы қанша? 17-те 12-ні азайтамыз, тең болады 5 метр. Енді 21.000 теңгеге қымбат деді ғой. Енше 21.000-ді бөлеміз 5-ке. Тең болады 4200. Сонда 1 метр 4200. Енді әр қайсысын жеке табамыз. Әр орамның бағасын. 12 көбейту 4200 тең болады 50.040. 50.400. 17 көбейтілген 4200 тең болады 71400. 7-ші тапсырма. Автобустың қозғалыс графигін оқы. Сұрақтарға жауап бер, өз сұрақтарыңды құрастыр. Бірінші сұрақ. Автобус 45 минутта қанша километр жол жүрді? Енді 45 километрді қаратын болсақ, онда 45 минутта. Ол бізде 50 километр жол жүрген екен. Екінші сұрақ. Бастапқы 25 минутта автобус қанша километр жол жүрді? Бастапқыда ол бізде 35 километр жүріпті. Келесі, аялдамаға дейін ол қанша минут жүрді дейді. Аялдамаға дейін ол бізде 10 минут жүрген екен. Келесі, бастапқы 40 километрге қанша уақыт жұмсаған? 40 километрге дейін қанша уақыт? 35 минут жұмсаған. Соңғы 15 минутта ол қандай ара қашықтықты жүріп өтті? Соңғы 15 минут, яғни сонда 30 минуттан бастап, яғни ол бізде 15 километр жол жүрген екен. Келесі 8-ші тапсырма, есепті шығар. Автокөлік 30 минут ішінде 45 километр жол жүрді. Велосипедшінің жылдамдығы автокөліктің жылдамдығынан 70 километр сағатқа кем. Онда дәл осы уақыт ішінде велосипедші қанша километр жол жүретінін тап. Шешуі, 45-ті 2-ге көбейтеміз, тең болады 90 км сағат, бұл автокөліктің жылдамдығы. 90-нан 70-ті азайтамыз, тең болады 20 км, велосипедшінің жылдамдығы. 20-ны бөлеміз 2-ге, тең болады 10 км. Сонда 30 минутта велосипедшінің жүретін жолы 10 км екен. 9-шы тапсырма, ойлан және жауап бер. Аулада тауықтар мен лақтар жүр. Барлығы 44 аяқ және 14 бас. Аулада қанша тауық және қанша лақ жүр?
Енді бұл оқушылар логикалық тапсырма, сондықтан да жауабына қарайық. 8 лақ, онда көбейтеміз 4-ке, себебі лақтың 4 аяқтары бар. Әрқайсысы тең болады 32. 6 тауық көбейтеміз 2-ге, тең болады 12. 32-ні 12-ге қосақ 44 аяқ, ал 8-ді 6-ға қосақ 14 бас. Сонда жауабы 8 лақ және 6 тауық жүр. 10-шы тапсырма, үй тапсырмасы. Жер телімінің ұзындығы 1251 метр. Оның ені ұзындығының 3-тен 1-ін құрайды. Осы жер телімінің периметрі мен ауданын тап. Енді 3-тен 1 болғаннан кейін бірінші 3-тен 1 бөлігін тауып аламыз. Ол үшін 1251-ді бөлеміз 3-ке, көбейтеміз 1-ге, тең болады 417. Сонда ені 417-ге тең. Енді осы ені белгілі болғандықтан біз оның периметрін таба аламыз. Периметр тең болады, жақшаның ішінде 1251 қосу 417, жақшаны жабамыз, көбейтілген 2. Тең болады 3336 метр. Бұл периметр. Ауданын ұзындығын еніне көбейтеміз. 1251 көбейту 417, тең болады 521 667 метр квадрат. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.